Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай үй жағдайында жасалатын, ешқандай жұмыртқаны, сүтті қажет етпейтін пирогты дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға еліктен өткізілген ұнның үстіне қантты қосып, оның үстіне какао және разрыхлитель соданы қосып, жақсылап ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Араластырып болған соң осы массамыздың үстіне айран мен қайнап тұрған суды құйып, жақсылап араластырамыз. Суларымыз міндетті түрде қайнап тұрған болуы қажет. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді осыны 24 диаметрлік формамызға пісіріп алатын боламыз. 180 градуста міндетті түрде қызып тұрған пешке саламыз. Міне менің пирогым дайын болды. Шын мәнінде өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Мерей. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.